саламатсыз ба? Неліктен біз туралы аз адам біледі және атымыз шықпаған Қазақстанда? Бірінші және басты себеп бізде Coca-Cola немесе Toyota сияқты ірі компанияларындай ауқымды жарнамаға құятын ақшамыз жоқ. Біз жүйенің қиындықтары арқылы жол тауып келе жатқан шағын жеке компаниялар тобы болып есептелінеміз. Яғни ақшамыз аз жарнамаға. Екінші, нанойод жобасының негізін қалаушылар, олар ғылымның адамдары, медицина саласындағы жұмыс жасайтын академиктер, профессорлар. Олар маркетинг пен жарнама туралы ештеңе білмейді. Ғылымның адамдары да олар. Сол соңғы 25 жыл бойы олар зерттеп, ғылым жинап, ақпарат жинап, соны тіркеп жүрген адамдар, саудамен айналысатын адамдар емес. Екінші себеп содан. Үшінші, біздің біліміміз әлемнің барлық медициналық институттарының оқу бағдарламаларынан бір деңгей сатыда жоғары тұрады. Яғни медикалық институттарда біздің білімімізді жаңағыдай үйретпейді медиктерге. Сол әлемде 3000 адам осы салада жұмыс жасайтын ғалымдар бар. Солардың білімін жинап, біз осы Қазақстанда соны енгізіп жатырмыз. Қиыншылық арқылы да оңай болып жатқан жоқ бізге. Соны дәрігерлер біздің білген білімімізді қолдамай, қоштамай, рас болса да, сол үшінші себеп содан, медиктердің өзі қарсы шығады білмегендіктен. Одан кейін төртінші себеп, адамның 80% адамдардың жаңағыдай білімге жабық адамдар оқығысы келмейді, білім алғысы келмейді. 20% қанша дұрыс сөз айтса да аналарға өтпейді. Сол себептен де біз туралы сөз көп тарамайды. Енді айтарымыз, осы 20% болса да, бізді қолдаған, қоштаған, түсінген, қолданған адамдарға өтініш, басқаларға біз туралы ақпарат таратыңыздар. Біз сол адамдарға керек емді таратқымыз келеді. Қазақ елін ауырмағанын қалаймыз. Бізге хабарласыңыздар, қандай 90% қандай хроникалық ауру болса, соған ем бар деп ойлаймыз, сенеміз біздің дәрімізде. Сау болып тұрыңыз. Бұл мақала академик Тұрлыбековпен бірге дайындалған. Қазір сізге оқып шығайық бұны. Алла тағала адам баласы мен барлық тіршілік иелерін емдеу үшін бағдарламалаған және сіз білмеген сенсациялық жалғыз элемент ол йод. Бірінші, йод ағзаға түскенде зиянды бактерияны тапса, зиянды екенін танып өлтіреді, ал пайдалы бактерияны тапқанда оған тиіспейді. Йодта өзге бөтен деген бағдарлама бар. Екінші, йод ағзаға түскенде кез келген вирусты танып өлтіре бастайды. Үшінші, йод ағзаға түскен кезде паразиттерді танып, оларға шабуыл жасап, оларды да өлтіреді. Төртінші, йод ағзаға түскенде ауруларды бірсыпыралы сканерлейді ағзадағы. Алдымен ең қатты зақымдаған мүшелерді анықтап, сол мүшелерден емдеуді бастайды да, кейіндерін кейінге қалдырады. Кезекпен емдейді. Бұл кезде йод адамға белгі ретінде сол мүшелердің қысқа уақытқа ауырсуын тудырады, сәл ғана. Йодтың бұл ерекше сканерлеу қасиеті шынында да таңғалдырады. Бесінші, йод ағзаға түскенде тек тірі ғана емес, сонымен қатар жансыз патогендерді, мысалы хлор, фтор және бром сияқты токсиндер мен басқа да зиянды заттарды танып, оларды химиялық жолмен ыдырата бастайды. Содан кейін осы токсиндерді лимфа жүйесі тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. Егер йод ағзадағы токсиндердің құрылымын бұза алмаса, оны орап алып, лимфа жүйесі тер және зәр арқылы сыртқа шығарады. Бұл процесс хелатация деп аталады. Хеле деген сөз гректің тілінен келген қысқыш деген мағына білдіреді. Жетінші, йод ағзаға түскенде үмітсіз жасушаларды анықтап, оларды қалпына келтіре алмайтынын түсінген жағдайда йод ол сол ауру жасушаларды өздігінен жойылуға бағдарламалайды. Бұл апоптоз деп аталады. Апоптоз не екенін түсіндірейік. Апоптоз ол жасушаның бағдарламаланған өлімі. Нәтижесінде жасуша плазмалық мембранамен шектелген жеке апоптоздық бөлшектерге ыдырайды. Қаза тапқан жасушаның фрагменттері әдетте макрофагтар немесе көршілес жасушалармен өте тез, орта есеппен 90 минут ішінде фагоцитозға ұшырайды. Қабыну реакциясы дамымайды. Сегізінші қасиет. Біздің йод, яғни йод және біздің нанойодымыз ағзада 1,5 сағат қана жұмыс жасайды, сөйтіп 24 сағаттың ішінде денеден зәр арқылы шығып кетеді. Яғни ағзамызда йод жиналмайды. Тоғызыншы, адамның барлық қаны әрбір 17 минут сайын қалқанша без арқылы өтеді. Қалқанша без орысша щитовидка дейді. Егер қалқанша безде жеткілікті мөлшерде бейгормондық йод болса, гормондық йод ол Т3, Т4,
йод молекулалары бар гормондар аталады, Т3, Т4 деп. Бірақ одан да тыс бөлек йод бар болу керек қалқанша безде. Соны айтады. 17 минут сайын қалқанша без арқылы өтеді қаны. Егер қалқанша безінде жеткілікті мөлшерде бейгормондық йод болса, онда ол адамның қанын залалсыздандырады және қандағы вирустар нанойодпен жанасқан кейін 90 секунд ішінде өледі. Йодты қамтитын гормондар бұл Т3 және Т4 гормондар. Т3 және Т4 гормондары үшін қандай йод керек болса, бейгормондық йод үшін де біздің мынандай йодымыз тұтынылса болады. 10-шы қасиет. Адам жеткілікті мөлшерде йодты тұтынған жағдайда йод әрбір жасушадағы митохондриялардың көбейіп тіршілік етуіне көмектеседі. Сіз интернеттен оқыңыз митохондрия деген не. Бұл олардың АТФ өндіруін керекті мөлшерде сақтайды және болашақта адамда қант диабеті мен қатерлі ісік ауруларын пайда болуына жол бермейді. АТФ дегеніміз не? Ол аденозин трифосфат. Тірі организмдер жасушаларындағы энергия алмасуда маңызды рөл атқаратын нуклеозид трифосфат заты. Бұл тірі жүйелерде болатын барлық биохимиялық процестер үшін универсалды энергия көзі. Яғни бізде АТФ аз болса, қант диабеті пайда болады және қатерлі ісік пайда болады. 11-ші қасиет. Йод ДНК деңгейінде жұмыс істейді. Егер ДНКда соның ішінде генетикалық аурулар болса, онда йод ДНКны қайта бағдарламалайды және оның ақауларын түзейді. Осылайша йод генетикалық, яғни тұқым қуалаушы ауруларды емдейді. 12-ші қасиет. Йод токсиндер мен патогендерді жоюдың оңтайлы жолын табуға бағдарланған. Егер жоюға арналған молекулалар өте үлкен болса, яғни жаман заттар, онда олар асқазаннан құсу арқылы, егер болмаса сәл кіші болса ол молекулалар, онда тыныс алу жолдарынан шырыштық қабаты арқылы, яғни муколитикалық немесе қақыр түсіру арқылы, және молекулалар одан да кіші болса, онда термен және зәрмен сыртқа шығарады. Йодтың сондай қасиеті бар. 13-ші қасиет, егер адамның иммунитеті бұзылып қауіпті вирустарды танымаса, онда қайтадан сол ДНКдағы кодты түзеу арқылы йод осы патогендерді тануға үйретеді ағзаны. 14-ші қасиет, егер адамның иммунитеті барлық организмдер мен жасушаларды зиянды деп қабылдап, оларға шабуыл жасай бастаса, онда йод иммунитетті қалыпты жағдайға келтіріп, мол цитокиндік дауылды тоқтатады. Цитокиндік дауыл дегеніміз не? Ол гиперцитокинемия, иммундық жүйенің өте тез көбейіп, Т жасушаларының, макрофагтардың және табиғи киллерлердің белсенділігінің артуымен сипатталанатын әртүрлі қабыну цитокиндері мен химиялық медиаторлардың қорғаныс жасушаларымен бөлінумен сипатталатын потенциалды өлімге әкелетін реакция. Мысалы, коронавирус пандемиясында кезінде көптеген адамдар дәл осы цитокиндік дауылдан қайтыс болған. Яғни адамның иммунитеті өте күшті, адамды өлтіруге де күші бар оның. 15-ші қасиет, ол йод бұл жоғарғы күшпен бағдарламаланған иммунитетті түзетуші, яғни иммунитет түзейді. Иммунитетті ынталандырушы, яғни иммунитетіңіз әлсіз болса, оны жігерлендіретін зат. Және иммунитетті модуляциядан өткізетін ерекше құрал. Яғни бұзылған иммунитет жүйесін орнына келтіреді. Міне осы йодтың барлық қасиеті біздің нанойодымызда бар. Нанойодымызды сатып алу үшін біздің телеграм номерімізге хабарласыңыздар. +7 777 055 44 00. Болмаса басқа желістерден табу үшін www.yod.kz сайтымызға барсаңыз, бүкіл адрестерін табасыз. Біздің нанойодты тұтынуға 7 себеп. Ең біріншісі, біздің нанойод жапониялық балдырдан жасалынған, яғни табиғи өнім. Екінші себеп, бұл қазақстандық 100% өнімі. Үшінші себеп, атақты ғалымдардың жемісі болып табылады. Шарманов академигіміз, одан кейін профессор Синявский және Тұрлыбеков құрметті академиктің ғылыми жемісі болып табылады. Төртінші себеп, біздің нанойод ағзаға ең жеңіл йод болып табылады. Басқа бәсекеге түскен дәрмектер өте белсенді, адамның ағзасына ауыр тиюі мүмкін. Бесінші себеп, біздің нанойод нарықта 24 жыл бойы сынақтан өтті. Жетінші себеп, біз диабет, подагра, артрит, аутизм, әртүрлі ауырларды емдеген тәжірибеміз бар. Сол себептен біздің сайттан, болмаса телефоннан
нанойодты тапсырыс беріп алыңыз. Нанойод жобасы туралы айтып. Жобаның ғылыми жетекшісі әлемдік ғалымның көрнекті өкілі Төрегелді Шарманұлы Шарманов, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшысы, ЮНИСЕФ сарапшысы, профессор Леон Бернар қорының лауреаты, Нобель сыйлығына ұқсас. Ресей мен Қазақстанның екі ғылым академиясының академигі, Қазақ тағамтану академиясының негізін қалаушысы және жетекшісі. Келесі ғалым Юрий Синявский, халықаралық ғарыш бекетінің, яғни станциясының ғарышкерлерінің тағамының әзірлеушісі. Екі дүркін мемлекеттік сыйлығының лауреаты, біздің нанойодтың формуласының авторы, биология профессоры. Үшінші ғалым Мұрат Кеңесұлы Тұрлыбеков, Қазақстан Республикасының тағамтану академиясының құрметті академигі. Бұл дәрмек нарықта 24 жыл бойы сатылып келатыр. Біз әртүрлі аурулардан зардап шеккен жүздеген мың адамға көмектестік. Біздің нанойод сынақтардан өткен лабораториялық сынақтар, клиника алдындағы сынақтар, клиникалық сынақтардан өткенде 6500 науқасқа 7 жыл бойы тексерілген дәрмек. Қазақстанда дәрілерді тіркеу архитектурасы бойынша сынақтан өткен, және Қазақстандағы тағамдық қоспалар архитектурасы бойынша сынақтардан өткен. Құрметті ағайын, нанойодты бізден сатып алу үшін телеграм арқылы мына телефонға хабарласасыз: +7 777 055 4400. Болмаса сайтымызға кіріп аласыз: www.yod.kz. Тек осы жерде ғана нанойод сатылады. Біз басқа банкілердің дүкендерінде сатпаймыз. Тек мен айтқан жерлерде ғана сатамыз. Егер де тапсырыс берем десеңіз, телеграмға хабарласасыз, менің жайыңызды аламыз, телефоныңызды аламыз. Сол телефонға Каспи болмаса халық арқылы счет жібереміз. Сіз сол счетты төлейсіз да, сіз берген адреске тегін жеткізіп береміз. Егер сіз Қазақстанда тұратын болсаңыз, жеткізу тегін. Егер шетелде тұратын болсаңыз, жолын бөлек төлейсіз. Сұрақтарыңыз болса, осы телеграм номеріне хабарласып жазыңыздар: +7 777 055 4400.